Кәусар сүресін көрсетемін сіздерге. Мынау нені приложениені түсіріп алсаңыздар, улум деген жерде қыздар не де келеді? Ғарибул Құр'ан деген кезде, еді әс-сарач фи баяни ғарибул Құр'ан деген мағынасы түсініксіз сөздер болатын болса, соған түсініктеме береді. Қараңыздар, әл-кәусару деген не дейді? Әл-хайр әл-кәсир дейді. Уаминху, және сол көп жақсылықтан ішінде не де бар дейді? Нахрул кәусар фил жанна. Мысалы, осындай түсініктеме береді. Демек, фасалиге керек. Фасалиге түсініктеме бермеді, өйткені түсінікті дейді. Ал уанхардың мағынасы не дейді? Изба, құрбан шал, забихатак лиллахи вахтаху, өзіңнің Раббың үшін құрбаныңды шал. Әрине, тек қана бір тәпсірге қарамай, бірнеше тәпсірге қарауға болады. Сондықтан, мысалы, мына жерде Ибн Касир, мысалы, Табариді алайық. Табари, мысалы, уанхар дегенге қандай мағына беріпті деген сияқты қарауға болады. Кәусарға байланысты көп тұстар ма? Бірінші аятқа байланысты қанша тәпсір? Yani соншалықты түсініктемелер беріледі, яғни уада әл-ямина аля шимал фис сала, яғни кеудеңе қой деген бір мақсатта бар бір нәрсе деп беріледі. Ол дәл есімде қалмапты қазір, мына тәпсірге байланысты берілсе сіздерге көрсеткім келіп тұр. Ал көбіне қазіргі тәпсірлерде وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره, yani кеудеңе қой қолыңды дегенді де білдіреді деген сияқты тәпсір бергендер де бар. Алайда бірнеше алимнің пікірлері алынады ғой, сахабалардың. Улумде тәпсірлердің муяссарлары бар. Қараңыздар, муяссар тәпсір. Муяссар тәпсірде де не дейді? Уазбах забихатак. Осыны таңдапты. Мұхтасар тәпсірге қараңыздар. فأدي شكر الله على هذه النعمة, Кәусарды берген неғметтің шүкірін орында дейді. Қалай орында? Намаз оқу арқылы, бір ғана оған арнап, және оған құрбан шалу арқылы. Кімдерге қарсы? Мүшриктерге қарсы. Өйткені мүшриктер де құрбан шалатын еді, алайда құрбанын пұттарына жақындау мақсатында, еді пұттар Аллаға бізді жақындатады деген мақсатта шалатын еді, ал сен олардың шалған несіне қарама қайшы оларақ Аллах үшін намаз оқып, Аллах үшін құрбан кес деген сияқты. То есть әрине тек қана мәниге қарап кету жеткілікті емес, та тәпсірлерге міндетті түрде қаралу керек. Мен әдетте Джалалайнге қарайтынмын. Джалалайнді біраз жеңіл тәпсірлерден бірі. Алайда почему-то мына кітапты мына неден алып тастапты Джалалайнді. Джалалайн тәпсірі бұрын бар еді. Қазір сол Джалалайнді көрмей қалдым. Бүгінгі күндегі современный қазіргі ғалымның оқушылармен өткен тәпсірінде, ауызша өткен тәпсірді кәдімгі диалог түрінде де мынандай кітап халіне келтіріп қойған бар. Уанхар дейді, тақарраб илаллахи бин нахр, яғни Аллаға құрбан шалу арқылы жақында дегенді білдіреді дейді. Және де нахр жай құрбан емес, именно түйе шалуды білдіреді екен. Қараңыздар. Ан-нахру яхтасу бил ибл. وَزَبْهُ لِلْبَقَرْ وَالْغَنَمْ, және де сонымен қатар ал әз-зәбіх деген, зәбәха деген етістікте осыған синоним ғой. Ал зәбіх болатын болса, сиыр мен қой шалуға қолданылатын етістік. Бұл жерде уанхар дегенде түйені шалу туралы айтылып тұр дейді. Не үшін именно нахрды бұл жерде айтты дейді? Өйткені түйе дейді, кедейлер үшін оны таратылатын болса, түйе сиырға қарағанда, басқа қарағанда көбірек оның пайдасы дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің түйесін қажылықта жаңа сойып таратады ғой. Меәт баи дейді, қараңыздар, пайғамбарымыз мына уанхар деген бұйрыққа сәйкес 100 түйені шалған екен. Сондықтан бауырлар, мысалы Ибн Усаймин алим ғой, қазіргі современный тәпсірлерді ютубта да бұл кісінің тәпсірлері бар. Яғни бұл кісілер енді барлық тәпсірлерді оқып, басында сол тәпсірлердің бәріндегі мәлімет болғандықтан, мәліметтердің бәрін мұндай кісілердің тәпсір сабақтарында яғни бүкіл мәліметтер беріледі. Ал біздер көбіне тілдік жағынан қараймыз, бірақ мағына жағынан қараймыз деген кезде отырып кей кезде отырып, ана тәпсір не депті, мына тәпсір не депті деп қарайтын кезіміз болады. Ал өздеріңіз отырып, яғни ілгеріде сондай бір сабақтар бар деп жатса, мұғалімдер тәпсір оқимыз деп жатса, міндетті түрде қатысқан дұрыс. Мен бір тәпсірді бастадым түрік елінде, 200 кісі жазылып, 6 кісі, ең соңында 200 кісі қалғаннан кейін ол сабақ жабылып қалды. Ол сабақты келіңіздер, ешқандай ақы да жоқ,
әрі современный текст, әрі харакатсыз мәтінді оқып үйренесіз дедік, бірақ 200 адам жазылып, 2-3 адам келгеннен кейін ол сабағымыз сол күйінде қалып қойды. Біразға дейін өзім видео түсіріп жүрдім, содан кейін басқа мәселелер ортаға кірді дейік. Нәсіп болмады, ары қарай жалғастыру. Бұл түсінікті ме қыздар? Жаңағы аятымыз уанхар дегенде түйе шалып, пайғамбарымыз тіпті 100 түйе шалған екен. Бұл жерде сол жөнінде айтылуда. Уанхар, бұйрық бұл жерде. Енді негізі бұл сүренің түсу себебі, білесіздер, бір мүшриктің пайғамбарымызды мешітке кіреді көріп қалады, кішкене сөйлеседі, тіпті өзіне де айтады, сені жек көріп тұрмын, сен ұрпағы жойылған, ұрпағы кесілген адамсың, арқаң жоқ, сенің ізғуарың жоқ деген сияқты. Өйткені Абдуллах деген баласы дүниеден өтеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Сонда осы аят түседі. Жаңағындай пайғамбарымыздың сыртынан да сол сөзді айтқан екен. Мынау не артынан ұрпағы қалмаған адам, мысалы 4 қызы бар еді ғой, мысалы оған қарамайды, қыз жоқ. Бізде де солай, мұсылман елдерде көбіне ұл болмаса болмайды деп қарайтын түсінік, ол біраз жахилия дәуірінің түсінігі. Өйткені ұлды да беретін қыз, қызы да ұлды да беретін Алла, қызы да беретін Алла, бермей қоятын да Алла. 90-нан асқан кезде, қанша өте кәртейген кезде, білесіздер, Закария, Ибрахим алейхиссаламдарға қартайған, қаусайған дейміз ба, шал болған кездерінде кемпірлері уже баладан үмітті үзген уақытта Алла Тағала берді ғой, Аллаға еш нәрсе қиын емес. Енді осыған байланысты келіп тұр ғой. Нәстәғиду билла. Инна шани'ака хуал абтар. Негізінде есімді сөйлеміз шани'ука абтар. Вообще шани'ука болмаса еді, вообще есімді сөйлемде бастауыш әл артиклмен келеді. Шани'у абтар. Вообще ең простой сөйлем бұл осы. Шани'у абтар. Дұшпан ұрпақсыз. Дұшпан жақсылықтан махрұм қалған деген сияқты дейікші. Ал біздің мына жерде болатын болса, әл артикліміз жоқ. Неліктен? Иннамен басталып тұр ғой, ұстаз. Расында. Оған байланысты емес. Уасыл хамза болған екен ба? Иә, мынау жоқ, мынау келіп тұрма, бұл изафет. Дамирге байланысты ма? Иә, ка белгілі ғой. Ка белгілі болса, шәниді белгілі болып саналады. Бітті. Сондықтан мынаның басына әл қойамайсыз. Ол кәмен белгілі болып қойды. Сенің дұшпаның ұрпақсыз. Енді біздің аятта әбтар жай некра болып келіп тұрған жоқ, басына әл артиклі қосылып келіп тұр, мағына күшейіп тұр. Сенің дұшманың міне сол ұрпақсыз деп мағына күшейтіліп тұр. Әлмен. Сөйтеді, бұл күшейтуге қарамастан араға еще хуаны қояды. Сенің дұшпаның бар ғой, сол ұрпағы кесіліп қалған. Уже тағы да бір күшейту келді. Сөйтеді, басына еще инна келгенде, бұл жерде тройной күшейту бар, 3 есе. Бірінші күшейтуіміз мына жердегі әлдің келуі, екінші күшейтуіміз ортаға дамирul фасл немесе екінші мұптада дейтіні бар. Одан кейін басына еще инна келіп, мағына күшейтілгеннің үстіне күшейтіліп тұр. Әрине біз күнімізде бұны сенің дұшпаныңның ұрпақсыз десек біз үшін қарапайым. Алайда Құран, не үшін Құран мағжиза? Басқа пайғамбарларда мысалы Мұса алейхиссалам асасын лақтырып жеді, айдаһарға айланды, бүкіл сиқырды жүріп қойды. Иса алейхиссалам тіпті өлген адамды тірілтті, там ауруларды жазып жатты дейміз ғой. Пайғамбарымыздың келуі арабтар соншалықты бәлағатқа мән берген, каждый словосына мән беретін болған ғой, даже көпшіліктер оларды өте көп, көпшіліктің формалары. Сонда бір ақын әйел болған екен, бір ақын шығып 4 шумақ сөйлемей ме? Әлгі әйел ана 4 шумақтың біріншісін шығарған ғой. Сен неге бүйтіп айтасың? Бір жомарттықты мақтап тұрсың. Неге сен көпшіліктердің тек қана оңға дейінгі санға қолданатын түрін қолданып тұрсың? Неге сен мына сөзді қолданбайсың? Неге сен ананы қолданбайсың? Неге сен мынаны қолданбайсың дегенде білесіздер. Кәбада ескіден жаңағы атақты ақындардың өлеңдері, күшті деген өлеңдер, мен деген өлеңдер Кәбаға ілінетін болғанда, сондай халыққа келіп тұр бұл. Соларға до такой степени мынаның точностарын олар түсінеді да, қаншалықты бұл жерде күшейту болғандығында. Біз ең қысқа сүре деп ең бірінші жаттап алып намазды оқимыз, алайда ішінде қаншалықты күшейту мағынасы тұр.